Таразда жылыту маусымы аяқталды. Биыл өңірде қыс қатты болып, жылуға қаратысты бір қатар оқиғалар орын алғаны жасырын емес. Бүгін аймақ басшысы Ербол Қарашөкеев кезекті аппарат кеңесін өткізіп, алдағы жылу беру маусымына дайындық мәселелерін талқылады. Әсіресе білім беру, денсаулық сақтау мен спорт нысандарын жылыту мәселелері жан-жақты қаралды. Кеше, яғни 15 сәуір күні Таразда жылу беру маусымы аяқталды. Биыл жылыту маусымы жылдағыдай жалғасын тапты. Ауқымды төтенше жағдайлар тіркелмеді дейді жауаптылар. Жалпы ағымдағы жылыту маусымы қалыпты деңгейде өтті, тұрақтылық сақталды. Аса бір төтенше жағдай тіркелген жоқ. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының сөзінше, бүгінде газдандыруды қажет ететін 195 қазандықтың тізімі жасалып, 2025 жылға дейінгі жол картасы бекітіліпті. Қазіргі таңда 8 нысанның қазандықтарын газдандыру бойынша мердігерлер анықталып, жинақтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жылыту маусымы өткен жылдан 12 қазаннан басталып, ағымдағы жылдың 15 сәуірінде аяқталды. Жалпы ұзақтығы 186 тәулікті құрап отыр. Жалпы 9 жылу энергетика кешендері мен жылыту маусым кезеңінде 1 миллион 98 мың гигакалорий жылу энергиясы өндірілді. 1 миллиард 12 мың текше метр газ тұтынылды. Сондай-ақ жиында облыстағы 371 елді мекендегі 1387 әлеуметтік нысандардың жай-күйі баяндалды. Аталған нысандардың 627-сі көмірмен жылытылса, 760-сы орталықтандырылған және газдандырылған нысандар. Ал өңірде барлығы 285 елді мекен газдандырылған. Дәулет Акимов, Айша Жақсыберген, Елдар Төстікбай, 24 Ньюс.